Ассалаумағалейкум, алталашым, қасиетті қазақ халқым. 6 маусым 2023 жыл. Наурызбай аудандық соты, Алматы шаһары. Би төрттің құлы, адал еңбек, таза ниет, терең ой, әділдік дейді. Абай атамыз айтып кеткен екен сөйтіп. Біз Қалас батыр Әйгерім Тілеужан қарындасымыздың сотына келіп тұрмыз міне. Бүгін сағат 6 маусым айтып кеткендей. Бір 5 минутқа кешіккенбіз. Бізді мынау соттың тырнақшадағы жандай шаптары кіргізбей қойды. 5 минутқа. Анау тырнақшадағы қадірлі сот ренжиді дейді. Кіргізуге болмайды дейді. Міне, ана жігіт отырады. Мен бетін көрсететін боламын. Ана Қазақстанның қара беттері осылар мені. Қазір ана жерден бір сары қатын шығады. Секретар. Онда бетін көрсетемін сіздерге. Қандай мені өздерінше әділдік дейді. Ана жерде Назарбаев деген оңбаған жазып қойыпты ана. Ол қайда кеткен жоқ енді. Әділ қазылық ету кез келген судьяның қасиеті парызы деп ұялмай азармай әншеге жазып қойыпты. Назарбаев деген анау қаншер. Ол қара қылды қақ жарған әділ болса, даугерлер төреліктің дұрыстығына күмән келтірмейді деп жазып кетіпті. Міне қараңызшы. Не деген ұятсыз, не деген оңбаған. Міне. Ешқандай әділдік жоқ. Мына соттың шешімін тамаша біз білеміз. Тоқаев қалай айтады, солай соттайды. Бәленбай рет біз сотталғанбыз. Бәленбай жолдастарым сотталған осы Қазақстанда. Соны ұялмай қызармай ана Назарбаев ана жерге жазып кетіпті сөйтіп. Ол қайда кеткен жоқ. Ол Тоқаевтың ана бүйтіп мүрдесін қойып қойған алдына. Сол айтқаннан шықпай отыр. Сондықтан да қазір біздің батырларымыз шығады. Қалас Нұрпейісов, ұстаз, ешқандай террорист емес. Және біздің Әйгерім Тілеужан деген журналист. Сол үшін мен Қарағандыдан келіп отырмын, тамаша білесіздер. Мынау 1000 шақырым жерден қолдауға. Соның куәсі болатын боласыздар. Қара беттердің беттерін ашамыз міне жерде жүрген мен. Өтірік соғып мен. Ананша халыққа лық толы дейді, шақ адам отыр. 5 минутқа кешіккен біз, 3 адамды бізді кіргізбей қойды. Мен қазақтың мынау қас батырлары, қасымда Абай Бегенбетов, тағы бір азаматымыз бар қасымызда мен. Соның куәсі болыңыздар мен. Анау Тоқаевтың өтірік сайлау, өтірік циркіне мынау, өтірік сотына. Қазір соны күтудеміз енді. Міне судьялардың тізімі мынау. Ойбай ой. Керемет. Орынғали, Талғат, Үстенбай, Нұрсұлу дейді. Қайсина, Бейнегүл, Мұфталовна, Құдилбаев дейді, Теміржан. Үстенова, Айжан, Балықов, Дәулен дейді. Тырнақшадағы өтірік соттары міне. Тоқаевтың. Халық сайламаған, Тоқаевтың өзінің қойған жандай шаптары. Ешқандай әділдік жоқ. Сондықтан да қазақ халқы ояныңдар. Қытай полным ходом кіріп отыр. Қытайдың құлы бұл. Ресейдің күйеу баласы. Жасыратын түкте жоқ. Сондықтан да төрменікі деп ошақта жүр міне. Бәленбай орыс, бәленбай Қытай. Қазағым жүр, ек қолға бір күрек таба алмай. Сорлы күйде, рас қой. Азын-аулақ жалақыға 42.500 теңгеге міне. Қазағым жүр. Анау алтын сандықтың үстінде отырып, мұнайлы өлкеде міне. Қайыршының күйін кешіп жатыр. Өйткені Тоқаев пен Назарбаев өздеріне 100 миллиондап, миллиардтап доллар қалталарына салып жатыр. Соттың бәрі жалған сондықтан да. Сондықтан да хабарда болыңыздар. Асқар Арғын Баһадүр, Наурызбай ауданы соты. Батырларымыз шықсын. Тек қана алға, Құдайдың қалауымен биыл Тоқаевтан, Назарбаевтан құтылу керек. Алға, тек қана алға Қазақстан.